Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Астың дәмін келтіретін тұз, елдің сәнін келтіретін қыз деген қазақ мақалы бар. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады. Тұздың тегін берсең, ұрыс-керіске тап боласың деген ырым тыйымдар бар. Сондай-ақ көнекөз апаларымыздың тұзды иығыңнан 3 рет асырып сермесең, барлық аурулар мен жамандықтардан аулақ боласың деп жатады. Қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Осы видеодан көптеген қызықты ақпарат аласыздар деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жуыңыз. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оған аздап тұз қосыңыз. Қол орамалдарды жуудан бұрын оны бір уыс тұз ерітілген жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтардың кетіруден таптырмас көмек болады. Шикі жұмыртқаны, әсіресе оның ағын шайқағанда міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлде қайда жеңілдейді. Бұл жұмыртқаны қантпен шайқағанда қолданылмайды. Жұмыртқа пісірілген суға міндетті түрде тұз салыңыз. Жұмыртқа жарылса да тұзды суда ағып кетпейді. Кесілген пиязды тұздап қойса, өзінің қалпын ұзақ сақтайды. Ыстық күндері май салынған ыдысты тұзды суға малынған шүберекке орап қойса, май ерімейді. Тағам қорған кезде табаға кішкене тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Жеміс-жидектегі жәндіктерді тазарту үшін оны пісірер алдында тұзды суға батырып алу керек. Тұздың зиянын оны көп мөлшерде тұтынғанда байқалады. Ол организмдегі жолдарды бітеп, сұйықтық ағзадан шыға алмайды. Соның салдарынан ісіну пайда болып, натрий хлоридінің қалдықтары жинала береді. Натрий қан қысымын көтереді. Ол гипертония ауруында денсаулыққа зиянын тигізеді. Ауру асқынжаған жағдайда адам инсульт алуы мүмкін. Тұзды көп мөлшерде қолдану бауыр, бүйрек, жүрек ауруларына әкеліп соғады. Тағамды үнемі тұздап жеу дәм сезу рецепторларының сезімталдығын басып, соның себебінен табиғи тағам дәмсіз көрінуі мүмкін. Егер біраз уақыт тұздан бас тартар болсаңыз, дәм сезу рецепторларыңыз сезімталдылығы тағамның табиғи дәмін сезу қабілетін қалпына келтіреді. Салаттарға тұздың орнына түрлі дәмдеуіштер мен лимон, сірке су қосуға болады. Тұз қан тамырларына жарты сағаттың ішінде орасан нұқсан келтіреді. Қазіргі кезде үлкендердің де балалардың да жүйкесі әлсіз, ашуланшақ екенін жиі байқалады. Мұның себебі адам ағзасындағы табиғи тұздың жеткіліксіздігі. Тұздың ағзаға жеткіліксіздігінен миға ауа жетіспей түрлі ауруларға шалдықтырады. Тұздың йодталған тұз, теңіз тұзы, қара тұз тағы басқа түрлері бар. Олардың әрқайсының адам денсаулығына пайдасы бар. Йодталған тұздың пайдасы әркім йодтың қалыпты өсуге, дамуы мен тіршілік етуге өмірлік қажеті бар микроэлементтер екенін білуі тиіс. Йодтың тапшылығы алқымның ісінуіне, яғни қалқанша бездің үлкеюіне әкеп соқтырады. Егер йод тапшылығының орнын толықтырмаса, қалқанша бездің гормондарды өндіру қызметі бұзылады. Адам ағзасында йодтың 90% тағам арқылы қабылданады. Йодтың көпшілігі теңіз өнімдерінде болады. Йод жарық әсерінен тез бұзылатындықтан оны дүкендерде герметикалық ораммен сатып алу қажет. Тұз қорабындағы кішкентай қуысының өзі оның құрамындағы йодты азайтады. Теңіз тұзының шипасы. Өмірде теңіз тұзын косметика ретінде де қолданылатындар бар. Егер де бет безеулі болса, оны теңіз тұзымен емдеңіз. Тұздың құрамында ағзадан калийдің, яғни өте зиянды өнімнің шығуына ықпал тудыратын натрий орналасқан. Натрий мен кальцийдің ағзада тең дәрежеде жұмыс істеуі бойымыздағы сұйықтықтың белгілі мөлшерін ұстау арқылы ұлпадағы су мөлшерін реттеп, қан тамырларының тұрақтылығын сақтайды. Ең бастысы асқазан сөліндегі тұз қышқылының түзілуіне жағдай жасайды. Себептен де әр тұтынушы тұздың 1/4 бөлігін пайдалану қажет. Бұл алмасу процесінің адам үшін өмірлік маңызы бар. Натрий мен калийдің теңгерімін ағзада сұйықтықтың белгілі бір мөлшерде ұстап отырады.
опадағы судың мөлшерін реттеп, қан тамырларының тұрақты күйін сақтап, маңызды компонент асқазан сөлінің тұз қышқылының түзілуінің көзі болып табылады. Тұз тісті ағартудағы таптырмайтын құрал. Қазіргі кезде тәтті тағам түрлері көп және сапасыз. Жас нәрестелердің тістері шыққаннан бұзылып жатады. Себебі тістің бұзылмауына әсер ететін кальций, магний, натрий тағы басқа заттар жетіспейді. Себебі табиғи тұздың жетіспеуінде. Стоматологке барып, медициналық жолмен тісті ағарту оның эмалін кетіреді деп есептейміз. Ендеше ешқандай дәрігерге жүгінбей-ақ тісті ағартудың жолы бар ма? Негізінен тісіңіз ауырмасын әрі маржандай болсын десеңіз, онда алдымен тісті дер кезінде тазалап отыру керек. Ал ағартуға келсек, әрине, оған үй жағдайында қарапайым заттардың көмегімен қол жеткізуге болады. Мәселен, кәдімгі ас тұзының қасиеті өте зор. Себебі күнделікті тісіңізді күніне 3-4 рет тұзды сумен шайып отыру оларды маржандай етіп ағарта қана қоймай, күні бойына ауыз қуысын тап-таза етіп сақтайды. Тұзды ерітпей-ақ құрғақтай тіс щеткасымен алып тісті ысқылауға болады. Тағы бір қарапайым рецепт: жарты шай қасық ас содасын, жарты шай қасық сірке суын қосып, шымшымдап ас тұзын араластырыңыз да су қоймалжың ерітіндіні тісіңізге жағып 3-4 минут ұстаңыз да шайып тастаңыз. Әрі арзан, әрі сондай жақсы нәтижеге жеткізетін әдіс сізді стоматологпен құтқаратыны сөзсіз. Халқымыз ерте кезден-ақ тұзды ем ретінде халықтық медицинада пайдаланады. Шыр етіп дүние есігін ашқаннан сәбидің күн аралатып 1 жасқа толғанша тұзды суға түсіреді. Тұз денені ширатып, жарақатты тез жазылуына септігін тигізеді. Малдың түрлі індеттерінде де тұз немесе тұзды ерітіндісімен емдеген. Қотыр қойды тұзды суға салған. Тұз адамзатқа берілген асыл сый. Оны қадірлеп, өз мөлшерінде тиімді тұтына білейік. Тұз туралы жасалған видеом сіздерге ұнаса, комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.